Кайырлы күн достар. Бүгін мен сіздерге өзбек палауын қалай жасау керектігін көрсететін боламын. Менімен бірге видеоның соңына дейін болыңыздар. Сабызымызды жақсылап тазалап болғаннан кейін ұзынша етіп турап аламыз. Қазанымызға май құйып, май қызғаннан кейін пияз салып, қоңыр түсті болғанша пиязымызды қуырамыз. Пиязымыз қоңыр түсті болғаннан кейін оның үстінен етімізді салып, етімізді 5 минуттай қуырамыз. Етіміз өте жұмсақ болып пісу үшін үстінен су құйып, жай отта 10 минутқа қалдырамыз. 10 минуттан кейін қазанның қақпағын ашып, үстінен сабызымызды салып, жақсылап 10-15 минуттай қуырып аламыз. Сабызымыз жақсылап қуырылып шыққаннан кейін үстінен су құйып, суымыз қайнағаннан кейін жай отта 15 минуттай қайнатамыз. Үстінен тұзымызды салып, және зирамызды тура осы видеодағыдай езіп, содан кейін барып қазанға саламыз. Қазанымыз қайнағандан кейін күрішімізді қазанға салып, бетін тегістеп, астын жай отта суы тартылғанша бетін жауып қоямыз. Суы тартылғаннан кейін қазанымыздың қақпағын ашып, жан жағын тегістеп, ортасын қасықпен тесіп, су құйып, су құйғаннан кейін өте баяу отта 15-20 минутқа қазанның бетін жауып, бүркеп, тағы да қазанымызды жай отта қалдыратын боламыз. Он 15 минут өткеннен кейін қазанды ашып, жақсылап араластырып, тарелкаға салып, етін бетіне турап қоямыз.